Сәлем. Ассалаумағалейкум. Көптен бері видео шықпай кетті, кешірім сұраймын. Бүгін осы жаңа жылдық ава. Жаңа жылдық аваны ойлап табамыз. Көптен бері мен жаңа жылдық бір ойлап жүргем, есіме түспей. Біріншіден редактировать, және де мынау қызыл көрсетіліп тұрған, соның ішінен көк фон. Енді басқа жолмен де көк фон таңдасаңыздар болады. Неке осылай көк фон таңдаймыз. FX-ке кіріп ломамен жан-жағын қара қылып бір әдемі фон жасап аламыз біріншіден. Қазір ломаны тауып алайын. Окей. Неке лома тұр. Лома суманы азайтып тастайсыз, винетканы азайтып тастайсыз, кішкене қалдырамыз. Окей. Так, келесі бізде елка, PNG форматындағы елка мен топқа салам. Так, PNG форматында добавить фотомен ала салайық оны, артқы фонға елка. Енді сіздер білмеймін қандай елка ұнайтын, осы елка өзіме ұнағасын тарта салдым. Окей, бұл дайын. Екінші этап бізде дайын қырқылған клип арт, яғни өзіңіздің суретіңіз қырқылған. Оны мен алдын ала қырқып қойдым. Неке Әсет Арыстанбек деген әншіні алған болатын. Достар, фотоны қырқу 31-ші сабақ. Біздің интернет дейтін осы көрсетіліп тұрған осы сабақта мен қырқудың толық түрін көрсетемін. Соны көріп сеңіздер болады. Мен қазір сіздерге уақыт ұстамай қалай қырқуын қайта көрсетпей-ақ бірден бастап кеттім. Сол видеодан қалай қырқуын көрсеңіздер болады. 31-ші сабақ, интернет деген сабақ. Окей, кетті. Осылай дайын суретіңізді қырқып аласыз. Осыны қоямыз. Енді ары қарап біз тек қана стикермен жұмыс істейміз, яғни клип арттармен. Мен жаңа қолданғандарым. Окей, осы жерден біріншіден көрсетейін. Астын подаркамен толтырамыз. Подаркамен бұл осы ава біздің аватаркамыз, авамыз дейді ғой, суретке, яғни басты бетке әдемі түседі. Окей, тура осылай неке подаркалерді енді өзіңіздің талғамыңыз бойынша жан-жаққа қойып бересіздер бұғыларды. Енді өзіме ұнағандарын қойып шықтым. Екінші этап жан-жақта 3D фото, 3D жапырақтар сияқты тура солай екі бетіне 4-еуден, 3-еуден жалпы өзіңіздің қиялыңызға байланысты, идеяңызға байланысты тура осылай таратып шығасыздар мына бетке. Мына бетке де тура солай стикерлерге кіріп, неке стикерлерге кіреміз. Окей, мына жерден өзіме ұнағандарын таңдап алайын. Мынау, еще мынаны алам. Окей, тағы жоғарысына біреуін қоя салам. Сонымен дайын болды. Мынаны қолданған болатын мен өзімнің фотомда. Бұны да прозрачно азайтамыз. Бұны міндет емес негізінде, бірақ өзіме ұнаған болғандықтан қоя салғам. Неке келесі бізде этап тағы стикерге кіреміз. Неке келесі этап бізде енді киім болса керек. Киім тура достар, сіздер тура осылай осы киімге ұқсап түссеңіздер, бұл киімдер отырады. Енді мына сурет болған келмегендіктен әрине мен сіздерге киім қоюды көрсетіп жатырмын. Бұл киімдер өте креативный, өте әдемі киімдер. Тура осылай осы киімдер сияқты суретке түссеңіздер, сіздерге әдемі көрінеді. Стикер болу үшін достар, сіздер ол үшін PicsArtқа тіркеліп, осылай тартып алыңыздар. Скачать етіңіздер міндетті түрде. Олар менде жоқ. Топқа да салынбайды, себебі бұл PicsArt'ың ішіндегі өзінің клип арттары. Скачать етіңіздер, тура осыларды іздеп, мінекей Christmas Friends деп жоғарысында барлығы жазылып тұр жазулары. Мінекей киімдер, осылар сіздерге керек болады. Установка етіңіздер міндетті түрде. Сонда ғана шығады. Мінекей түрлі киімдер, тура осыларға ұқсап суретке түсіңіздер, сонда қолы барлығы четко келеді. Маған бұл аяқ асты келген ой, мен тура бұл киім сияқты үстіме киім деп ойлаған жоқпын. Мінекей экранға басасыз, егер киім точно отырмай жатса, светлыйға бассаңыз киім точно үстіңізге түседі, артық жері не қылмайды. Жан-жағын өшіріп тастайсыздар, білесіздер, артықшылық пәле болып отқан жерлерін. Келесі бізде маска. Маскада тура бұнтта магазиннен тартасыздар. Snowboy ма? Дұрыс оқи алмай қалдым, үлгермей қалдым. Мінекей тура осылай қардың нелерін табасыздар. Snowboyдан ба басылу керек сөзі. Соны қардың бұнтта тура магазиннен тартасыздар достар. Қардың нелерін іздеп отырсаңыздар, ішінен шығады осылай қарлар. Мен басқа да фотоларымда қолданып жүрмін бұны. Кейінгісі бізде FX, мінекей біріншіге қойыңыздар, болмаса Joker. Joker, енді любой фотоны осы Joker әдемі қылады. Достар, енді біз осымен аяқтап қалған сияқтымыз. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Келесі жолы тағы да видео шығады. Тура осылай жасалып, керемет жаңа жылдық ава. Өзіме сау болыңыздар.